Баршаңызға сәлем достар, мен сіздерге бүгін бай болудың 10 түрлі тәсілін айтатын боламын. Мұқият тыңдап біліп алыңыз. Ең біріншісі ол ақша үнемдеу. Бай болу үшін ең бірінші ақшаны үнемдеу керек. Ең оңай жолдарының бірі ақша үнемдеу, шығындарды мұқият жоспарлау және бюджетті бақылау қажет. Екінші әдіс инвестициялау. Акцияларға, облигациялар, жылжымайтын мүлікке, үй алып және басқа да инвестицияларға ақшаңызды салып жоғарғы табыс әкелуі мүмкін. Үшінші әдіс өз бизнесіңізді құру. Өз бизнесіңізді құру үлкен пайда әкелуі мүмкін және үлкен табыс көзі бола алады. Төртіншісі жоғары білім алу. Жоғары білім алу біліктілік пен жалақыны жақсартуға көмектесетін негізгі көзі болып табылады. Бесіншісі акциялар бағдарламасына қатысу. Сіз жұмыс істейтін әртүрлі, мысалы үшін компаниялар бар, банктер бар, солардың әрқайсының акциясын алып қосымша пайда келгізіп қойуыңызға болады. Қосымша ломбардтардың да акциясын алып қойсаңыз болады. Келесі жеке қаржылық дағдыларды дамыту. Қаржылық дағдыңызды жақсарту шығындарыңызды азайтуға және кірісті арттыруға көмектесетін әдіс болып табылады. Қосымша жұмыс табуға да тамаша табыс болып табылады. Жылжымайтын мүлікті сатып алу. Жылжымайтын мүлік тамаша инвестиция болып табылады. Қазіргі кезде үй сатып алып, оны арендаға беру өте тиімді болып табылады. Табыстың өсуі, табыстың өсуіне біліктілікті арттыру, жоғарғы жалақы алатын жұмыс іздеу немесе пассивті табыс табу арқылы қол жеткізуге болады. Дұрыс жоспарлау қаржылық жағдайды жақсартуға және қаржылық еркіндікке қол жеткізуге көмектеседі. Мақсатқа жету үшін іс-қимыл жоспарын жасау және орындау қажет болып табылады. Ең бірінші дұрыс жоспарлап алыңыз, сосын нақты іс-әрекетке көшу керек. Белгілі бір саланы алатын болсаңыз, соның түбіне жеткізсеңіз, міндетті түрде бай бола аласыз. Сонымен осы жерде бай болудың 10 жолы айтылды. Егер де сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз қандай жолын ұсынар едіңіз бай болудың? Өз ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз және каналға тіркелуді ұмытпаңыз.